желіде қаралы хабар. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз сіздерге әлемде және Қазақстанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды біріншілерден болып жеткіземіз. Ендеше біздің арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Ирина Қайратовна тобы мобилографының неден қайтыс болғаны белгілі болды. Өлімнің алдын ала себебі жедел геморрагиялық панкреатокроз. Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы өкілдері мобилограф Шахназ Жылқайдардың қазасына қатысты пікір білдірді деп хабарлады Массагет.kz. 14 қазанда Шахназ Жылқайдардың денесі сот-медициналық сараптама жұмыстарын жүргізу үшін сот сараптама институтына жеткізілген. Өлімнің алдын ала себебі жедел геморрагиялық панкреатокроз. Өлімнің нақты себебі токсикомиялық зерттеу нәтижесін алғаннан кейін белгілі болды. Зерттеу жұмыстары 2 аптаға дейін жүргізіледі. Еске салайық, бұған дейін Ирина Қайратовна тобының Астанадағы концертінде мобилограф қайтыс болғанын хабарлаған едік. Куәгерлердің сөзінше, жігіт кенеттен сахнада құлаған. Кейінірек топ мүшелері сахнаға шығып қаралы жағдайда хабарлап халықтан кешірім сұрады. Сіздерді күттіргенімізге кешірім сұраймыз, бірақ бәрі бекерден бекер емес. Айтудың өзі ауыр. Жаңа ғана мобилограф сахнада құлап қалды. Көрген боласыздар. Ол қайтыс болды, сондықтан қазір алдарыңызда өнер көрсете алмаймыз, деді топ мүшелерінің бірі. Біз өз командамыз атынан оның жақын достарына, отбасына өз көңілімізді білдіреміз. Сіз де көңілдеріңізді білдіргіңіз келсе, видео астына бірден лайк белгісін басып қойсаңыздар болады.